Саламатсыздар ма окуучулар? Биз бүгүн жаңа бөлүм өтөмүз. 5 бөлүм болошоктун компьютери. Сабагыбыздын такырыбы интернетке деректер жиберүү. Сабагыбыздын максаты файлдарды коса берилген кабарламаларды электрондук почта аркылуу кабылдоо жана жиберүү. Мына жерде өздөрүң көрүп тургандай электрондук почталардын түрлөрү. Айта кететін болсак, savachka.mail.ru, Google Gmail, Rambler, Yahoo, mail.kz және Яндекс. Енді интернет желісінде қызметтің алуан түрі бар. Сондай қызметтің бір түрі электрондық почта. Бұл интернет арқылы ақпарат алмасу үшін пайдаланылатын қызмет. Электрондық поштамен жұмыс істеуге арналған арнайы қызметтің түрлері өте көп. Мысалға, Gmail, Google Mail'дан қысқартылған Gmail немесе Gmail. Америкалық Google компаниясының электрондық тегін почта қызметі. Қазіргі таңда дүниежүзі бойынша адамдардың басым бөлігі savachka.gmail.com почта қызметін пайдаланады. Сонымен қатар пайдаланушысы көп қызметтік пошталардың бірі savachka.mail.ru почта қызметі. Mail.ru ол ресейлік ірі байланыс порталы. Енді келесі тапсырма бізде интернет керек болады. Браузер ашамыз. Google Chrome, Amigo болсын. Мына жерге енді адрес mail.kz. Енді бұл жерде біз өзімізге почта құрамыз. Ол үшін завести новую почту батырмасын басамыз. Енді қадам-қадам бойынша орындаймыз. Бірінші өзімізге ыңғайлы етіп жазамыз. Самат 89 сотовый телефон номерimiz и пароль өзімізге ыңғайлы етіп жазамыз. Сол парольді қайтадан қайталаймыз. Жерге галочка қоямыз и получить код подтверждения. Сообщение келді. Қопыр 3 Далее. Бірінші қадам кетті, енді екінші қадам. Фамилиямызды жазамыз. Туған күнімізді. И пол. Екінші қадам бітті. Енді үшінші қадам. Тегімізді жазамыз. И имя. Келесі облыс. Город. Жерге Оржан Момышұлы. И қосымша поштаны жазып қоюға болады жерге. Завершить. Мына жерде ашылды почтамыз. Енді мына жерде входящий дегеніміз ол
сенің поштаңа келіп түскен хаттар. Отправление деген ол жіберілген хаттар. Енді мысалға біреуге сообщение жіберетін болсақ, мына жерде новые сообщения басамыз. И мына жерге кому, кімге досыңыздың адресін жазасыз. Мысалға мен .1989 осы почтаны мына жерге қайталап жазамыз. Енді тема, тақырып не туралы бұл жерде? Сәлем барлықтарыңа. Бұл жерде енді біз сурет жіберуге болады, видео жіберуге болады, картинка жіберуге болады. Сөз жазуға болады, мысалы. Ақпараттап жазуға болады. Бәрін жазып болғаннан кейін отправитті басамыз. Сообщение отправлено деген хат келеді. Енді отправлено. Кімнен, кімге? Енді келесі, үйге тапсырма. Қазақстанның болашағы тақырыбында презентация жасап, сол презентацияны менің электрондық поштамға жібересіңдер. Мына жерде көрсетілген. Сау болыңдар.